Бәріне сәлем. Мен бүгін арғы атам әуездің өмірдің ең соңғы кезеңінде өткізген оқиғасын айтатын боламын. Бұл 1948 жылы 13-ші ақырап айында, яғни қазіргі қазан айында болған оқиға. Оқиғаның аты тоғыз қайық деп аталады. Бұны YouTube-ға немесе Google-ға жазсаңыздар шығады. Ағамыздың кешегі 1948 жылы ақырап ай дейді. Мына октябрьдің ішінде Ералыдан 3 ай балық аулап, 9 қайық ауылға қайтып келе жатқанда Бегдаш дейтін жерде үлкен дауыл жел болып, апат ұшырап сүйелейтін жерге тауға соғып, 9 қайық, негізінен 10 қайық шыққан, оның біреуі ашық теңізге шығып қойдық, 9-ы сол жағада қалып қойып, суға кетіп, әр кемеде қайыр ол уақытта жетіскен қайыққа елкенді кеме болған, әр кемеде 7 адамнан, одан 63 адам теңізге кетіп. Маңғыстауда бір ауылдан 10 қайық болып шамамен 65 адам болып Ералы деген жерге қарай жолға шығады. Шығу мақсаты балық аулау. Ералы деген жерде қазір қызыл кітапқа енген қылтаны сүйегі жоқ, етті әрі пайдалы ерекше балықтар бар екен. Неше күн дегенде жетіп, торларын тастап, сол жерде жағалауда тұратын туыстармен бірнеше күн тұрады. Әлгі торға керегінше балықтар түсіп, олжалы болып, бірнеше күн сояқта аялдап, ауылға қарай, бері қарай шығады екен. Қазан айы, күн ұясына бата қойған жоқ, ашық аспан, барлығы өз бабымен болып жатқан еді. Қайықшыларда қайғы жоқ, олжа молынан. Кенеттен күн бұлттанып, дауыл болып, толқын үстіне толқын ұрып, қайықшыларды біраз шайқайды. Жалғыз кетсе аударылып батып кететінін біліп, шоғырланып бір-біріне демеу болып бір жерде тұрады. Теңіздің қақ ортасы сенетіндері бір Алла ғана. Олар кеткеннен кейін 3,5 айдан кейін барып, еліне 2 қайықшы ғана жеткен екен. Және әлгі 2 кісі ауылына жеткесінің қалған 63 кісіге не болғанын білмейді. Бүкіл ел жұрт болып теңізден әлгі кісілерді іздейді екен. Алайда олардың денелері теңіз бетіне қалқып шығып жатқанын көріп, бүкіл ел болып, бүкіл ауыл болып зар илеп қайғырған екен. Осындай бір қайғылы оқиға. Солайынша 10 қайықтың бір қайығы ауылға жетіп, 9 қайығы ғайып болған. Осы оқиғаға байланысты 9 қайық толғауы шыққан екен.